Сәлем достар, сіздермен бірге Ақерке Мағжанқызы. Әдеттегідей өткен аптадағы мектебімізде орын алған айтулы жаңалықтармен сіздерді таныстыратын боламын. Мектебіміздің дебат үйірмесінің шәкірттері жастарында өткен Ахмет ұрпақтары облыстық турнирде үздік нәтиже көрсетіп, 8-ші А сынып оқушысы Мұсағалиева Аяна үздік спикер атанды. 19 ақпан жаңа көзқарас пікірсайыс мектебі ұйымдастырған балалар ел болашағы атты облыстық турнирде екі фракция 5-ші А сұңқар жоғарғы ұпай жинап республикалық кезеңге өтті. Павлодар қаласы жас пікірсайысшылар мектебінің жетекшісі, мектебіміздің тарих пәні мұғалімі жас маман Ағаділ Кенжебекұлы екенін мақтанышпен айта кеткіміз келеді. 23 ақпан күні мектебімізде жүргізілетін қыш құмыра жасау үйірмесінің көрмесі ұйымдастырылды. Үйірме шәкірттерінің қолынан шыққан алғашқы туындылар көрермен назарына ұсынылып, қыш құмыра жасаудан Ақбаян Қалелқызы мастер-класс көрсетті. Толығырақ демалыс күндері Хабар және Ирбис арнасының кешкі жаңалықтарынан көре аласыздар. 24 ақпанды мектебіміздің жұлдызды күні деп атадық. Себебі дәл осы күні мектебіміздің оқушылары бірнеше байқаулардан жеңімпаз атанды. Атап айтсақ, мектебіміздің 5-ші А сынып оқушысы Амангелді Амина жаңа жұлдыз 2022 халықаралық байқауынан бас жүлде жеңіп алды. Мектеп басшысының орынбасары Бақытхан Оразбек мырза жетекшілік ететін шешендік өнер үйірмесінің шәкірттері республикалық Махамбет оқуларынан үміт номинациясын жеңіп алды. Сонымен қатар, Ақшағала республикалық хореографиялық фестиваль байқауының қалалық кезеңінің заманауи би номинациясында мектебіміздің Эйфория би тобы бірінші орынмен облыстық кезеңге өтті. 9-11 сынып арасында өткізілген қалалық пәндік олимпиадаға мектебімізден 8 оқушы қатысты. Білім бәйгесінде барын салған оқушыларымыз мектебіміздің атын асқақтатты. Атап айтсақ, 11 А сынып оқушысы Газ Алекс неміс тілінен 1-ші орын, Ленковская Варвара 9-Б сынып оқушысы неміс тілінен 3-ші орын иеленді. 11 А сынып оқушысы Миала Дарья ағылшын тілінен 3-ші орын, Рубан Арина 9-Б сыныбы биология пәнінен 3-ші орынға қол жеткізді. Репко Анна 9-ші А сыныбы орыс тілі мен әдебиеті пәнінен жүлделі 2-ші орынға ие болды. Құттықтаймыз. 25 ақпан күні мектебімізде айтулы іс-шаралар ұйымдастырылды. Жеке-жеке тоқталып өтсек. Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде жобалық жұмысты ұйымдастыру қалалық әдістемелік семинары ұйымдастырылды. Семинарға білім бөлімінің дене шынықтыру және алғашқы әскери дайындық бойынша әдіскері Қадырбек Садыбалдыұлы және мектеп басшысы Дастан Бекболатұлы, сондай-ақ мектебіміздің дене шынықтыру пәні ұстаздары қатысып баяндама жасады. Оқушылардың бойында ұлттық музыкаға деген танымын кеңейту мақсатында рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде ұлттық аспаптар сазды үні атты шығармашылық кеш ұйымдастырылды. Кешке еліміздің танымал айтыскер ақын, қобызшы Бөкен Жігер халықаралық шабыт байқауының жеңімпазы Мүфтән Ұғыбайдолла, жетігенші Назымгүл Шапағат, сонымен қатар мектебіміздің жас дәстүрлі әншісі Ысқақ Арыстан қатысып өнер көрсетті. 25 ақпан күні Павлодар дарыны ұйымдастыруымен қалалық Ильяс Жансүгіров оқулары өткізілді. Мектебіміздің 8-ші А сынып оқушысы Мұсағалиева Аяна жүлделі 3-ші орын иеленді. Жетекшісі қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Елемесова Гүлханым Нұрлыбекқызы. Жас маман, бастауыш сынып мұғалімі Кудырышева Меруерт Болатбекқызы қалалық мектептер арасынан іріктеліп алынған 5 ұстаздың бірі болып, бастауыш мектептегі инклюзивті тәжірибені ұйымдастыру тақырыбында облыстық ашық семинар шеңберінде Павлодар педагогикалық университеті жоғарғы оқу орнымен тәжірибе алмасуға қатысты. Менің тәжірибемдегі инклюзивті оқыту тақырыбында тәжірибесімен бөлісті. Болашақта жас маман инклюзивті оқытуды қазақ тілінде дамытуды көздейді. Сондай-ақ, жуырдағы наурыз айында өтетін 1-ші республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясында сәттілік тілейміз. Мінекей достар, біздің бір аптамыз осындай жақсы жаңалықтарға толы болды. Келесі аптамыз бұдан да қызықты болары сөзсіз. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Привет, друзья! С вами Агирке Макжанна. Снова я буду знакомить с новостями, которые произошли в нашей школе на этой неделе. Ученики дебатного клуба школы показали лучшие результаты на областном турнире Ахмет Урбактара, где ученица 8 А класса Мусагалиева Аяна стала лучшим спикером. 19 февраля на областном турнире «Дети. Будущее страны», организованном дебатной школой «Новый взгляд», две фракции 5 А Сункар прошли в республиканский этап, набрав высокие баллы. Хочется с гордостью отметить, что руководителем школы юных дебатеров города Павлодар является учитель истории нашей школы, молодой специалист Агадиль Кинчебекова. 23 февраля в нашей школе была организована выставка гончарного искусства. Первые произведения, созданные учениками кружка, были представлены вниманию зрителей. Выпуск о выставке можно посмотреть в вечерних новостях канала Хабар и Ирбис на этих выходных. 24 февраля мы назвали звездным днем нашей школы, ведь именно в этот день ученики нашей школы стали победителями в нескольких конкурсах. В частности, ученица 5 А класса Амангильде Амина выиграла гран-при в международном конкурсе «Новая звезда-2022». Ученики кружка ораторского искусства под руководством заместителя руководителя школы Бахытхана Оразбека взяли номинацию «Үміт» на республиканских махамбетских чтениях. В номинации «Современный танец в городском этапе» Республиканского хореографического фестиваля конкурса «Акшагала» танцевальная группа «Эйфория» с первым местом прошла на областной этап. В городской предметной олимпиаде с 9 по 11 классы приняли участие 8 учащихся нашей школы. В конкурсе знаний наши ученики прославили нашу школу. В частности, ученик 11 А класса Газ Алекс занял первое место по немецкому языку. Варвара с 9 Б класса заняла третье место по немецкому языку. А ученица 11 А класса Мяло Дарья заняла третье место по английскому языку. Рубан Арина 9 Б класса биология третье место. Рябко Анна 9 А класса по русскому языку и литературе призовое второе место. 25 февраля в нашей школе прошли знаменательные мероприятия. Отдельно отметим, организован городской методический семинар, организация проектной работы в рамках реализации программы «Рухани Жаңғыру». В семинаре приняли участие и выступили с докладами методист отдела образования по физической культуре и начальной военной подготовке Кадирбек Сатыбалдиевич и руководитель школы Дастан Бекполатович, а также учителя физической культуры школ города. В целях расширения знаний учащихся о национальной музыке в рамках программы «Рухани Жаңғыру» был организован творческий вечер «Прекрасные звуки национальных инструментов». В вечере приняли участие известный в нашей стране поэт-айтыскер Кобызис Бөкен Жигер, победитель международного конкурса «Шабыт» Муфтан Угубайдолла, а также Назунгуль Шапагат сыграла на житыген. На домбре с национальной песней выступил молодой певец Искак Арстан, ученик нашей школы. 25 числа Павлодар Дарыны организовал городские Ильяшин-Сыгурские чтения. Ученица 8 А класса Мусагалиева Аяна заняла призовое третье место. Руководитель – учитель казахского языка и литературы Илимесова Гульханым Нурлыбековна. Молодой специалист, учитель начальных классов Кудрушева Мирверт Булатбековна является одним из 5 отобранных учителей из числа городских школ. Участвовала в обмене опытом в рамках областного открытого семинара и поделилась опытом на тему «Инклюзивное обучение в моей практике». В перспективе молодой специалист намерен развивать инклюзивное обучение на казахском языке. Также желаем удачи на первой республиканской научно-практической конференции, которая состоится в марте. Вот так прошла наша неделя интересной. До новых встреч! Hello friends, Agirke Magjanna is with you. I will introduce you to the significant news that happened at our school this week.
The students of the debate club of the school showered the best results at the regional tournament Ahmet Urpaktara, where the 8th grade student Musagalieva Ayana became the best speaker. On February 19, at the regional tournament Children Are the Future of the Country, organized by the debate school New Look 2 faction, 5A Sunkar entered the Republican stage, scoring higher points. I would like to note with pride that the head of the School of Young Debaters in Pavlodar is the history teacher of our school, a young specialist, Agadil Kenjebekulu. On February 23, an exhibition of pottery art was organized at our school. The artist's works created by the students of the circle were presented to the audience. Details can be found in the evening news of the Haber and the Irbis channel on the weekend. In particular, a student of the 5th A class of our school, Amangilde Amina, won the Grand Prix in the international competition New Star 2022. The students of the public speaking circle under the leadership of the deputy head of the school, Bahatkan Orazbek, won the nomination Umut at the Republican Mohammed readings. In addition, in the nomination of modern dance in the city stage of the Republican Geographic Festival competition Akshagala, the dance group Euphoria of our school with the first place passed to the regional stage. 8 students of our school took part in the city subject Olympiad from grades 9 to 11. In the knowledge contest, our students glorified our school. In particular, a student of the 11th A class of Gaz Alex took the first place in German languages, Linkovskaya Barbara from the 9th B class took the 3rd place in German languages. A student of the 11th A class, Nyalo Daria, took the 3rd place in English languages. Ruben Arina, 9th B class, Biology, the 3rd place. Rybko Anna, 9th A class in the Russian languages and literature, the 2nd prize. On February 25, significant events were held at our school. We will note separately the City Methodological Seminar, organization of project work within the framework of the implementation of program Ruhani Jangru was organized. Kaderbek Satobaldevich, a methodologist of the Department of Education for Physical Culture and Primary Military Training, and Dastambek Palatvich, the head of the school, as well as physical education teachers of the city schools, took part in the seminar and made reports. In order to expand students' knowledge of national music, a creative evening Beautiful Sounds of National Instruments was organized within the framework of the Ruhani Jangru program. The party was attended by a well-known poet in our country, Aytsker Kubuzist Buken Jiger, the winner of the international contest Shabbat Muftan Ugubaydullah, as well as Nazimgul Shapagat, played on Jetegen. A young singer performed on the Dombra with the folk song Iskak Arslan, a student of our school. On the 25th, Pavlodar Daroda organized city elections group readings. A student of the 8th A class, Musagalieva Ayana, took the 3rd prize. Supervisor, teacher of the Kazakh language and the literature, Elimeseva Gulkhanam Nurlabekovna. A young specialist primary school teacher, Kudurusheva Mirver Bolatpekovna, is one of 5 selected teachers from among city schools, the regional open seminar on the topic Organization of Inclusive Practice in Primary School, and shared her experience on the topic Inclusive Education in My Practice. In the future, the young specialist intends to develop inclusive education in the Kazakh language. We also wish you good luck at the first Republican Scientific and Practical Conference, which will be held in March. Friends, our week of interesting and hard work has passed. Goodbye, see you soon.